Менің есімім Әзімбек, жаңада айттым, оқу орталығынан ұйымдастырамыз, сабақ береміз. Жалпы мен негізі онлайн басқа Ресейдің нелеріне қатысқам да бұрында, өзіміздің Қазақстанда көбіне қатысқам. Басында енді ойым сала таңдап береді, сосын жаңағыдай таргетинг арқылы дамытатын шығар деген ой болды да енді. Сөйтсем мына жаққа келсем, жаңағы копирайтинг тұр да, копирайтинг ол өзі үлкен ғылым да негізі копирайтинг өзі. Одан кейін сату өнері бар екен. Алда еще жаңағы чатбот, сайттар оған жеткен жоқпыз, біздің уже жотамыз жақындап келеді да. Кішкене аздау қойып қойғанбыз. Сол енді ойлаймын, мен негізі көп Ресейге өткен жылы бір 60 000 рубль төлеп онлайн курсқа қатысқам да, жаңағыдай интернет магазин ашуға. Результат шықпаған. Олар маған прямой эфирмен көрсетеді, жаңа скайппен оқытады, бірақ жоқ та, ондай сатуды үйретпейді. Сайт жасауды үйретеді, бірақ сату білмеген екен, нөл де уже, результат жоқ. Содан кейін, енді мына жаққа кейін екен, барлығы бар да, мысалы, әлі біз сабағымыз әлі біткен жоқ. Бірақ түгел бар да, менің қазір осы ағым бітіргеннен кейін, маған 3 адам қарап тұр негізі. Сенен кейін, егер сенен нәтиже шығатын болса, біз барамыз деген да, мысалы. Уже 100% сенімдімін, олар ең жақсы жаңағы бизнес мектепке, кәсіпкерлік мектепке олар келеді. Өйткені мен айтатыным ғой, көп мысалы жаңағы өз Қазақстандағы да, Ресейдегі көбісін ақша төлеп қатысып жүрдім, кішкене ақшам болды, қатысып жүре бердім. Бірақ біреуінде мынандай түгел жаңағы ең соңғы үлгідегі жаңағы құралдарды бермейді. Мысалы чатбот деген кеше 2018-де жақында шықты, WhatsApp-та жақында. Соны келесі сабаққа қойыпты. Өте бір керемет та, ол соған жете алмай жүрмін. Өйткені қазір мысалы 180 қазір WhatsApp-та адам тұр, онымен сөйлесетін болса, мен жаңағы 10 сағат уақытым кетеді да. Маған жаңағы ол уже 24 сағат жұмыс істей беретін. Енді менің мама немін да енді. Жаңағы менеджерім, менің ақша алмайтын менеджерім. Солай жалпы негізі солай алғысымды білдірем. Өте үлкен жақсы жаңағы ортаға келгеніме. Сосын біз жаңағы Шымкентте атқа баруды ұйымдастырып жатырмыз. Ерлер атқа барамыз, қыздар жаңағы фитнеске барып жатыр. Осы жаңағы кәсіпкерлер ортасын сақтап қалу. Басты мақсат. Өйткені жаңағы бір ай өткеннен кейін біреу жері шығып қалуы мүмкін да, сол жаңағыдай бір-біріне мотивация беру үшін, білмей тұрған нәрсесін кішкене былай үйретіп жіберу үшін. Сосын тағы да бір мен өзім онбасымын ол жақта. Өзім қатысамасам да, мысалы онбасылық нелер жиналыс болып жатқан кешігіп жатсам, орынбасарымды жіберемін, немесе жаңағы біреуді міндетті түрде отырғызамын да, сосын нені білдің деп содан талап етемін мен. Сен бізге үйретсең, ол өзің есіңде қалады. Солай жаңағы біз ағымды солай былай тәрбиелеп жатырмыз. Мысалы бір жаңалық бүгін үйрендің бе, мысалы, соны біреуге үйрет, ол сенің есіңде қалады. Біреуге үйретсең, мысалы, 20% есіңде қалады. Егер сен оны 10 адамға үйретсең, ол сен мәңгі есіңде қалып кетеді. Сол үшін біреуге үйрете беру керек. Мен өзім үйрету арқылы өзің үйренесің деген. Үйрету арқылы өзің жаңа бірдеңе шығып қалады да, тағы шұғылайсың да үйреніп аласың. Солай адам негізі біреуге үйретсеңіз, жаңағы олар біреуге сіз пайда келтіру, біреуге көмегіңіз істеп. Осы 20-сына мен Мұстафа Шоқай ондығынан, соның 20-сына Мұстафа Шоқайды қорғаймыз, Алаш зиялыларын. Жалпы солай, бағыттарыңызға рахмет, көңіл бөлгендеріңізге рахмет.